Елімізде шәкіртақы 2016 жылдан бері көтерілмеген. Сондықтан президент жастармен кездесуінде білім сапасы мен қолжетімділігін арттыруға маңызды міндеттердің бірі екенін атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңа жылдан бастап бакалавриат, магистратура және докторантура студенттерінің шәкіртақысы 25%-ға көтеріледі. Дәл осындай қолдау колледж студенттеріне де көрсетіледі. Осы жылдың қыркүйегінен бастап жұмысшы мамандығын алып жатқан 122 мың жастың шәкіртақысы 30%-ға артты. Бұл тағы да 100 мың адамға қатысты. Ақжолтай жаңалыққа жастардың өздері дән риза. Еліміздегі ең ірі жоғары оқу орындары санатындағы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде қазір 15 мыңға жоқ жас білім алуда. Бұл санатқа тегін білім алушы студенттер де кіреді. Олардың барлығы ай сайын 24 мың 91 теңгеден шәкіртақы алады. Ал ата-анасы жоқ балалар 27 мың 233 теңге ай сайын мемлекеттен жәрдемақы алып отыр. Бұл әрине студенттердің үлкен көмек болатын сөзсіз. Біздің қазіргі таңда университетімізде мемлекеттік грантпен оқып жатқан жалпы студенттердің 30%-дайы мемлекеттік тарапынан тағайындалған стипендияларды алып оқиды. Олардың әрине барлығына бірдей бірінші курстарында, бірінші жартыжылдығында 20 мың 949 теңге төленеді. Ал президент шәкіртақысын алатын 14 студентке қазір 41 мың 898 теңге төленеді. Бұл жастар мүлде 4-тік баға алып көрмегендер. Магистранттар 53 мың, докторанттарға 81 мың 999 теңге алады. Шәкіртақылар демалыс кезінде де төлене береді. Жұлдыз Мирханов, Алексей Оразов, тәулік.